Таңертең оянған кезде 12 мүшегіңіз сау болса, бала шағаңыз аман болса, ағайын туыстан ешқандай жаман хабар келмесе, сізден бақытты адам жоқ дүниеде. Қалғаны біреу басқа бір нәрсе сатып алыпты, біреу басқа бір көлікті мініпті, біреудің қызметі жоғарылапты, барлығы бар. Қадыр Мырзалиевтің керемет өлеңі бар. Туа салып таудай бақыт күтеміз, ал шынында бақыт үлкен болмайды дейді. Бақыт үлкен болған емес шынында, ал қайғының кішкентайы болмайды дейді. 500 мың теңге қарызы бар адаммен 50 миллион теңге кредиті бар адамның қайғысы бірдей екеуісінікі. Менікі 500 мың деп айтпайды. Оған 500 мың теңге табу өте қиын. 50 миллион теңге табу бұл адамға қиын. Яғни екеуінің қайғысы бірдей. Қайғының үлкен кішісі болмайды. Сондықтан да басыңызда дәл қазір қандай проблема болса да бір нәрсені біліңіз. Сіздің проблемаңызды ешкім шешіп бермейді. Кез келген проблема қай кезде шешіледі? Әрекет еткен кезде. Әрекет етеміз. Бізді әрекет еткен кезде, біз ниеттенген кезде Алла ол проблеманы шешіп қояды екен өзі. Ал енді төсекте жата беріп, менің жағдайым жаман, мен қайғырып жатырмын, қарызым көп, кредитім көп деп жылана беретін болсаңыз, сіз проблеманың үстіне проблема жамап, қайғының құдығына түсіп кетесіз. Тағы да қайталап айтамын, ол құдықтан сізді ешкім шығармайды. Сондықтан өміріңізді өзгертетін тек қана өзіңіз екенін тағы да бір есіңізге салып қояйын деп тұрмын.